Ұлы Абайдың өмірін, өнерін білу барлық қазақ үшін, ол тіпті түркі әлем үшін үлкен қазына. Сондықтан ең үлкен әңгіме Ұлы Абайды мадақтаудың, марапаттаудың шаралары халқымызда көп кең көлемде жүріп келе жатыр. Мұны тарихқа, естелікке қалдыру өте маңызды нәрсе. Жалпы Абайдың тегін адам емес екенін оның бала кезінен білген халық. Бірде өзінің замандастары отырып, Құнекеңнен қай балаңнан үміт күтесің, қай балаң дұрыс болады дегенде, Құнанбайдың өзі айтқан екен, осы қара шұнақтан үміт етіңдер. Не болса да осы болады деп айтқан екен. Сонда оның кішкентай жас бала кезінден-ақ оның ерекшелігін таныған. Медресе 4 жыл оқығаннан кейін қасына алып ап, елдің билігіне, елдің арасындағы ынтымақ берекені орнатуға, елге өнегелі өмір құруға Құнекең Абайды көп жұмсаған, пайдаланған. Және сол арқылы Абайдың өзі соған дағдыланған, төселген. Ел арасындағы сөзге жүргізген. Мінекей осының өзімен-ақ Абайдың жас кезінен-ақ ерекшелігі танылғаны белгілі. Эпопеяда Қарқаралыға барғанда Тобықтының бір азулы бие, ақылды адамы бөжейге, Байталға, Байдалыға сәлем береді бала Абай. Енді баланы танымайды ғой. Бұл кімсің деп сұрағанда, мен Құнанбайдың баласымын, Абаймын дегенде, қарағым деп бөжей батасын берген екен. Халқың үшін қызмет ет, тек қана әкеңнің қаттылығын Құдай бермесін саған деген екен. Сонда Абайдың халық үшін қызмет ететін адам екенін солар да таныған, білген ғой. Абайдың ең алғаш Абайды эпопея бойынша жатымдық образ, жатымсыз образ деп советтік кезде көп нәрсені солай қарады ғой. Әр адамның басында жақсы жаман мінездер болады, жақсы жаман ісі болады. Сол уақытта эпопея бойынша Абайдың барлық ісі, сөзі дұрыс болады да, Оразбай, Жиренше, Байдалы, Бөжей сияқты адамдар бәрі озбыр, тентек адам сияқты болып көрінеді ғой. Бұл енді авторға қойылған талап бойынша жасалған әдеби шығарманың тәсілі ғой. Бірақ сол Абаймен айтысты тартысты деп жүрген Оразбайдың өзі, Абай қатты ауырып қалды дегенде уақытта шыдай алмай көп адамдармен келіп Абайдың көңілін сұрап шығады. Сұрап болғаннан кейін қалған халықтың бәрі шығып кетеді де, Оразбай өзі ғана қалып, Абайменен құшақтасып, кеуделерін ашып тұрып, кешірісіп, артық кем болса кешірсейіз деп қоштасқан екен. Содан шыға сап, Абайдың ауылдан Оразбай өз ауылда жеткенше жылап барады. Сонда қасындағы адамдар айтады, ой, Оразбайды қажы адам ғой. Ой, қажы кезінде мал аямай, жан аямай соғысқан Абай еді ғой, неге сонша егілдің дегенде, ой Құдай, мен Абайдан ақылым артық, Абайды жеңем деп күресті дейсің бе? Абаймен күрескен Оразбай атым шықсын ғой, шықсын дегенмін ғой деген екен. Көрдіңіз бе? Сол Оразбайлардың өзі Абайды таныған, құрметтеген. Абай қайтыс болған уақытта 50 ту бие әкеп, сойып, 40 үй тікіп, азасына
абайдың шығарып салған екен. Міне осы сияқты абайдың ұлылығын сол уақытта халық, кейде біз айтамыз ғой, қазақ оқымаған, сауатсыз, қараңғы, надан деп. Сол адамдардың өзі абайдың ұлылығын сонда таныған екен. Абайға деген ең алғаш құрмет 1917 жылы, 14 жылы Нақима Құлжанова деген кісі өзінің жолдасы Нұрғали екеуі абайдың өмірден өткеніне 10 жылдығына арналған естелік кеш өткізеді. Сол кеште көп абай туралы пікірлер айтылады, абайдың өлеңдері айтылады. 1924 жылы Қалел Ғаббасов, Мұхтар Әуезов баяндама жасап, абайдың өмірі мен еңбектері туралы абайдың өмірден өткеніне 20 жылдықты арнайы кеш өткізеді. Сол сияқты 1934 жылда абайды еске түсіру кештері өткізіледі. Ең алғаш Совет үкіметі құрылғаннан кейінгі ең үлкен абайға деген құрмет 1940 жылы өтеді. 40 жылы өткен тойда абайдың 1945 жылы 100 жылдығын өткізу туралы мәселе көтеріледі. Бірақ отан соғысы басталып кетеді, ол той 1-2 жыл онша дайындық болмайды. Бірақ немістің беті қайтқаннан кейін арнайы облыста комиссия құрылып, тойды өткізу дайындығы жүргізеді екен. Тойдың бірінші ұйымдастыру комитетінің басшысы облыс полкомның бастығы Мусин деген кісі болады. Ол кісі қызметтен ауысып кеткенде, оның орнына сайланған облыстық совет атқару комитетінің председателі сайланып, сол кісі председателік етіп, тойға арнайы дайындық жасалады. Сол документтерді қарап отырсақ, енді ол уақытта конфискация болды, байлардың бәрін қуды, құртты, оның дүние мүлкін, малын бәрін талан-таражға салды. Халық отан соғысынан кейін жүдеушілікке ұшырады. 31-32 жылдарға аштықта қырылды қанша адам соғысқа кетті азаматтар. Міне осындай қиындықтың бәрі халықтың басына түскен еді. Халық жүдеушілікке ұшыраған. Сондықтан қазақтың этнографиялық байлығын, мәдени байлығын абайдың 100 жылдығында көрсетуді мақсат етіп, облыс полком арнайы қаулы алады. Сол қаулыда Абай ауданында ол уақытта 24 колхоз болған. 24 колхоз дегенің кішкентай колхоздар ғой. 15 мың ғана қойы бар, малы бар, 300-400 ғана адамы бар, шағын шаруашылықтар. Солардың әрқайсысы жаңадан 2 қазақ үй көтеріп, арнайы мал дайындап, тойды өткізуге дайындық басталады. Тойға мұқым Қазақстан шақырылады. Ал тойды өткізуге осы маңайдағы Абайға тікелей қатысы бар Аягөз, Шұбартау, Абралы, Абай ауданының адамдары жұмылдырылады. 40 шамалы үй тігіледі. Сол тойды мен көрдім. Мен бала кезім ғой енді. Көргенім ғана есімде. Той өткенде ол уақытта Аягөз бен Шұбартаудың халқы бір қатарда тұрады да, Абралы мен Абай ауданының халқы бір қатарда коридор жасап тұрады. Ортасынан халық барлық тамаша ортада өтеді. Ат шаптада, жорға, балуан, жорға, теңге алу, қызғу сияқты ұлттық ойындар ұйымдастырылды. Міне осы тойдың бәрі жаңағы 2 топтың арасындағы алаңда өтетін.
Тойға Алматыдан, басқа республикалардан көптеген өнер адамдар келді. Бізге ерекше бала ғой, балаға ерекше етте қалған және қызықты шаруа Қажымқан Мұхатбасов келді. Қажымқан келді деп көргенбіз, пушка сүйрететін бір Гашса Дев сияқты мәшіне үсті ашық. Қасында баласы бар, әйелі бар. Келіп Аврал ауданының қонаққа сонда бөлінген, сонда жатты. Әшемен өтіп кеткенін ғана көрдім, одан кейін тойдың басында көрдім. Тойға біз қарауылдың басында тұрамыз. Күнде таңертең ерте тұрып, қарауылдағы ауылға жағдайы бар үйлерге басқа ауылдардан келген адамдар бөлініп орналастырды. Ол уақытта Гатинта деген ауылда болған жоқ. Үй күйі жағдайы бар адамдарға әр ауылдан келген адамдар бөлініп орналастырылды. Біздің үйге Новошилов ауданының адамы келді. Бір торат ақтабан, есікпен төрде үлкен. Осы өз аймағында ылғи бірінші кеп жүреді екен. Бірақ бір жыл бұрын бір шапқанда аяғын кетіріп алған екен де, сол аяқтың мүкістігін болмаса, қапысы жоқ, жарап тұрған ат. Күнде таңертең тұрады, алып келген бала мінетте ылғи жұмсақ жермен өзінің жағасыменен жүріп, жортып қана, бір-екі сағаттай ғана жортып қана, терлетіп әкеп, жылы қораға тағы да жабу жауып қояды да, жаратуы сол. Оның бірақ өкініші, біздің жер қатты жер ғой, қырат жер. Олардың жері жұмсақ қара топырақ жер. Ай, мынау қиын болды, атымның аяғы кетіп қалама деп уайым қып жүрді. Шында да жаңағы мертіккен аяқ мына қатты жерге жүруге жарамай, бәйгеден келе алмай қалды. Міне осындай жағдайлар болды. Тойға көп адамдар келді, ақындар келді, Иса Байназаров, Төлеу Көпдөков, Әміре, Тәңірберген Әміренов, Шәкер Әбенов сияқты халық ақындары айтысқа қатысты. Тойға 45 шақырым үлкен Аламанбағаға 45 шақырым жерден шапты, 100 қаралас шапты. Ол уақытта шапқанда қазір кругпен жүріп, халықтың алдында жүріп өтеді ғой. 20 километр десе, 20 километр елдің алдында шауып өтеді. Ал ол кезде 45 километрге барады. Сол 45 километр шауып қайтадан өтеді. Сонда ол 90 шақырым деген сөз. Міне осы бәйгеде Абай ауданының Тортөбел аты аудандық оқу бөлімінің аты екен. Ол уақытта әрбір мекемеде мәшіне жоқ, ат болады. Мекеме басшысы Байырбек Олқбек деген кісі Бікі Болысбай, Бікі ұлы Болысбай деген кісі жаратты. Сол ат жаңағы 100 аттың ішінде жалғыз қара болып келді. Мен сол аттың бәйгесін ол уақытта қазақтың тәртібіменен түйе бастаған 9, ат бастаған 9 деп сондай атаулар болады. Сол ат бастаған 9-ды бір күні той өткеннен кейін Қажымқан отырған үйге жаңағы Ұлықбек Байырбеков, жаңағы аты жаратқан Болысбай деген ақсақал келіп, ол үйде
Мұхтар Әуезов отырған екен. Енді ол елден естігенім, жаңағы ақындар отырған екен. Мұқаңды шақырады оңаша. Келеді немене? Мына аттың бәйгесін халқымыздың атақты балуаны, батыры Қажымұқанға сыйлығын Қажымұқанға берейік деп келдік. Мұқан қатты қуанады. Бұларың өте жақсы. Қазақтың ұлттық дәстүрін сыйлағандық деп қуанып Қажымұқанға сыйлаған екен. Қажымұқан өте қарапайым адам екен, толық екен. Күнде таңертең 3 күн өтті. Тағы да өтіреді, Шыңғыстан үлкен өрт шығып, халық кішкене мазасыздау кетті, мазасы кетіп қалды. Бір күн таңертең ерте біз қарауылдан шығамыз да, атпен барамыз. Мен о кезде бір буыры дайын болды, жорға. Ел шауып отырады, мен жорға алып барамыз да, қырға аттарды қалмақша байлап тастап, ауылға жаяу түсеміз, өзеннің жағасына. Түсіп келе жатырық, бір жерде топырлап, көп адамдар шулап жүрген. Той болса, қызық болса, қуаныш болса, баламен еш құтырмай ма? Жаңа топырлап жатқан жерге мен де бардым. Біреудің қолдығының арасынан, біреудің аяғының арасынан бәйтеу. Бір уақытта алдыға шықсам, Қажымұқан кеудесі ашық, кеуде көйлегін кимеген. Ақ дамбал, ақ дабы дейді, қалың ақ бұл. Оң қолымен мәшиненің курогынан артқы ұстап тұр. Сол қолымен мықын таянған. Әгі мәшине 4 дөңгелегі бірде айналады. 4 дөңгелегі бірде айналып, жүріп кете алмай тұр. Қажымұқан батыр соны ұстап тұр екен. Сонда көргенім, еңкейіп тұр ғой енді, мына еңшеге тура өскен. Бұлшық ет қой оның бәрі. Сонда көрдім. Сонда елдің айтқаны, жиналып отырғанда Қажекеңе барып елдің бәрі сәлем береді, амандасады, қолын алады, тілегін айтады. Сонда біреулер отырып сұрапты Қажымұқаннан. Батыр, сіздегі шананы таталмаған атты ұрып жығып, шананың үстіне лақтырып жіберіп, шананы өзіңіз сүйреп келгеніңіз үшін ба деп, ол сол жөнінде кітап шыққан болатын. Ой, шана түгілі мен ана мәшинеде сүйреп кетем немесе жүргізбей қоям дейді ғой. Оныншы көрек батырдың күшін деп қауқулап, елдің бәрі далаға шығып, жаңа тұрған мәшине 4 дөңгелегін айландырып, өзі жібермей тап тұрған айғай шу сол екен менің барып көрдім деп тұрғаным. Енді бір уақытта ат шабатын боп, жаңағыда екіге жарылып қалып отырды. Баламыз ғой жүгіріп жүрміз, әрі бері жүгіріп жүрміз. Бір уақытта бір жердің астынан шыққандай бір үлкен қатты үн күрілдеген. Бұлай тұр деді ме, әрекет деді ме, бірдеме. Әйтеу тұрған жерім қолайлы емес екенін ұқтым. Бұл не деп жан-жағыма қарасам, жерге ақ киіз сапты, оның үстіне көрпе сапты, оның үстінде ақ көйлек дамбалменен Қажымұқан отыр екен. Оң қол жағынан келдім. Оң қол жақтан мына құлақтың айлығы жыртылған, танаудың жербезегі жыртылған. Ойпырмай бір не деген керемет нәрсе деп айналып сол жақ келдімнен, сол жақ құлағы да танауы да жыртылған. Талай күресті, талай әге кітапта оққан шығарсыздар. Японияның бір күресі бар екен, өлсе жауап бермейтін. Бір японисті ернінен жұлып бас терісін бірақ
қопарып шыққан ғой. Қажымқан түйені көтереді екен деген сөз шықты. Бірақ мен өзім көргем жоқ. Ортаға екі өркеш, екі баладай атан түйені әкеліп, Қажыкен соның қасына кеп, түйенің алдыңғы өркешінен тербетті. Мына қозғағанда түйе дірілдеп тұрғандай әсер етті. Енді ана Қажыкеннің абыройы бар, атағы бар. Көтереді деген айғайымыз бар. Бірақ көтерген жоқ. Елдің бәрі өзі ол уақытта ол кісі 74 жасқа келген. 74 жастағы адамды бір жерін ауыртып сындырып алса, ол болды деген шығар. Ақсақалдар қой болды деп айғайлап жатты. Сонымен ол кісі түйені көтерген жоқ. Қысқасы Қажымқан жаңағы Абай тойының үлкен қонағы болды. Тойда көп аттар келді, балуандар келді дедік қой, ақындар келді. Балуанның ішіне Қажымқаннан кейінгі Ақтуаттың Дәурен деген жігіті болды. Көкқасқа аты бар, әгі аспанға қарғиды, өзі де ұлттық киім киген, денелі, келбетті адам екен. Сол кісі бас балуанды сол кісі алды. Ал тойда соғыстың біткен жылы ғой. Соғыс халыққа оңай болған жоқ. Соғысқа кетіп қайтпай қалған азаматтар көп. Соның қайғысы әлі сарай қойған жоқ. Бірақ сол қайғының бәрін Абай тойы орнына келтірді, басып кетті. Абай тойына деген қуаныш елдің жаңа қайғысының бәрін ұмыттырғандай болды. Тойдан кейін, тойдың үстінде 3 4 5 адам ба әскерден келген жас жігіттер үйленіп, жаңағы той қуанышында сол қуанышпен жалғасып жатты. Ақындар айтысы болды. Ақындар айтысының өлеңдерін біз бірнеше кітаптарға жаздық. Жаңағы ақындар Абай тойына арнап арнайы өлеңдер шығарды. Міне осының бәрі айналып келгенде Абайға деген халықтың құрметі, ықыласы, сүйіспеншілігі еді. Міне осы құрмет Абай тойы өткеннен кейін де жалғаса берді. Одан кейінгі үлкен той 1970 жыл өту керек еді. Оған 68-69 жылдар Семей облысы бойынша қатты жұт болды. Абай ауданының бір күнде Мәскәмияттан кісілер кеп 120 мың қойды сойып тастады. 20 шақты мың ірі қара жылқыны сойды. Өліп қалатын азық болмағандықтан. Міне осындай ауыртпашылық болғандықтан 70 жылы өткен жоқ. Той 71 жылы өтті. Тойға көп дайындық жасалды. Мен онда аудандық оқу мәдениет бөлімінің бастығы едім. Райком комсомолдан сонда жұмысқа жіберген. Тойдың барлық ұйымдастыру шараларына қатыстым. Және мәдениет саласы, ән, күй, концерт, оформление, қонақтарға құрмет көрсету шарасының бәрі не қатысуға тура келді. Және ол уақытта Советтер одағы бойынша монетный двор тек қана Ленинградта. Сондықтан тойға керекті медальон, ескерткіштер, құрмет папкаларын жасау үшін Ленинградқа мен
3 rет бардым. Bir rет барып заказ бердім, екінші рет барып заказдың эскиздерін қабылдадым, үшінші рет біткен жұмыстарды қабылдадым. Мені осындай үлкен жұмыстармен бірге ауданда Абайдың Жидебайдағы өзі салдырған үйін қайта салып шықтық. Өйткені бәрі саманмен қолдай құйылған кірпішпен қаланған ғой. Тозып тұрды. Және ол анауға ашаршылық кезінде, соғыс кезінде біресе ферманың орталығы болды, біресе Қызылтау болды, біресе түйе фермасы, біресе сиыр фермасының орталығы болды. Оның арқайсында түйе сыймайды деп, ана есіктерді құлатып, есіктің босағаларын өзгертіп, қайтадан салды. Кейбір жерде есікті жауып, терезеден есік шығарды. Кейбір жерден терезе ашты қайтадан. Қысқасы, үйдің формасы өз қалпынан ауытқып кеткен еді. Міне осының бәрін өзгерту керек, жөндеу керек деп жүрген уақытта Абайға жаны ашыған, Абайдың өнерін халыққа көрсету үшін көп ойланған адамдар, біреулер мұқым алып тастап, 6, 7, 9 қабат үй салу керек, Абайға арнап деген сияқты пікірлер айтылып жүрді. Оны облыстың басшылары қарап жүріп, ақыры үйді алып тастап, орнына жақсы материалмен қайтадан салып шығу керек деп шешті. Маған облыстық мәдениет басқармасының бастығы Мұхтар Ағзамов деген кісі звондады бір күні. 3-4 күннен кейін біздер барамыз, облыстық комиссия. Ана Абайдың үйін қайта саламыз. Сондықтан сен Абайдың үйі бұрын қалай болған? Соның нақты жағдайын білетін адамдардан алып, сызып, офицер жазып, дайындал. Ішінде қандай заттар болған, қай бөлме қалай аталған деген сияқты талаптың бәрін дұрыстап анықта деп тапсырды. Содан кейін менің әкеммен құрдас Мұхтар Бәшеев деген кісі бар еді. Ол Бәшей деген кісі Абайдың аңшысы болған адам. Бүркіт ұстаған, мылтық атқан шебер адам болатын. Сол кісінің баласы Мұхтар аға дейтінбіз. Ол кісі көргенде бір күні айналайын деп басымыздан сипап, әкең сияқты адал бол, еңбекшіл бол десе, бір күні қамшысын салбақтап, дұрыс жүрсің бе, мына қамшыны көрдің бе, дұрыс болмасаң соям деген сияқты сұс көрсетеді ғой. Әкесі құрдас, баласы құрдас, бізде жауап беріп жатармыз, бірақ әкесіден кәдімгідей именетін едік. Сол кісіге бардым. Өйткені ол кісі Абайдың үйінің барлық жағдайын білетін адам. Жұмыстың аяқ кезет, күзі күні барсам, Мұқан сырқат екен. Он көп болды, қатынасып жүргеніміз жоқ. Енді сырқат кісіге әдетте түстен кейін бармайды, көңіл сұрамайды ғой. Мен барғаныма өкініп қалдым, енді қайсыз болып қалды. Дегенмен мен барып сәлем бергеннен кейін келген шаруам Абайдың үйін қайта саласын боп шешкенін айтқанымда сырқаттанып жатқан Мұқан қуанып, балаларын шақырып, көтер басымды деп, басын көтертіп, көзінен жас алып, түу бұғанда жеттік ау, Құдайға тәуба деп, қуанышын білдіріп отырды. Қалай саласыздар? Мен айттым, ана облыстың басшылары маған айтқан тапсырмасы бойынша
Ana saman kırpıştın bәрін alып tutup, іргесін kaldırıp, үйді қайта mına берік кірпішпенен саламыз деп сөйдеген. Сондықтан Абайдың кезіндегі бөлмелер, есік терезе, олардың неден қалай жасалған бәрін өз қалпына келтіреміз деген. Соны айтып ем, қуанып, әлгі көзінен жас алып отырып айтты. Мен шаршап қалдым қуанғаннан. Ертең келсең қайтеді. Өзімде қалай шығып кетерімді білмей отырғам. Рақым жарайды деп тұра жөнелдім. Шығып, сол бетімменен Жидебайға барып, Жидебайдағы жаңағы музейдің ескі үйінің, ол кезде музей болғанменен бәрі тозып тұр. Метр апарып, қай жерде есік, қай жерде терезе, қай жерде іргесі қалай, соның бәрін өлшеп, сызып, түнімен сөйтіп ертеңінде таңертең келсем, мұқаң кішкене серігіп қапты. Таңертеңгі шайын жасап қойып, мен келеді деп тосып отыр екен. Келіп сәлем беріп ем, қуанып, ой, жақсы келдің, кел. Ал енді қағаз қарындашыңды ал, мен айтайын. Дейді, мен айтам, мына сызып әкелдім. Қазіргі жағдайы мынау. Деп едім, ой, олай емес ол. Мына жерде мына есік жоқ болатын, мынада терезе болатын. Бұлай деп бәрін түсіндіріп, қай жерде тақтай пол болды, қай жерде сырғауылмен жабылды, қай жерде тақтаймен жабылды, тошалы деген қалай болды, кілет қалай болды, мал қора қалай болды, дегеннің бәрін айтып түсіндірді. Сонымен қағазға түсіріп алдым. Өлшемін бәрін келтіріп, сол бойынша жасайтын болдық. 3-4 күннен кейін, содан кейін қолма-қол Қатпа деген кісі болды. Қатпа Абайдың қолында тұрып оқыған артист, табиғи артист, әнші, күйші, ертекші адам болған. Сол кісінің бәйбішесі тіреді. Мақым апай дейтінбіз. Ол бізге аталас адамның болғандықтан бірде апа дейміз, бірде жеңге дейміз. Сол кісіге бардым. Ол бірлік деген тапқанда тұратын. Барып, осылай Абайдың үйін қайта жасайтын болдық. Үйдің ішіндегі қай жерде не болды? Қайда төсек, қайда ыдыс-аяқ, қандай ыдыс-аяқ, қай жер, қай комната немене қызмет етуге тиіседі деп соның бәрін ол кісіден айтып, сұрап, жазып алдым да. Дайындап тұрғанда 4-5 күннен кейін облыс полкомының председателдің орынбасары Қайсақанов, Ағзамов, Уәлиев те, Ульянов, горисполком, горком партияның құрылыс жөніндегі отделінің бастығы, Савельев деген кісі облыс полкомның құрылыс жөніндегі орынбасары председательдің. Бәрі келіп үйді көріп, ал қалай болады деген уақытта мен бәрін, енді мен математикпін, шерті жасауды білем, болуға тиісті үйдің бейнесін бәрін жобасын сызып қойған едім. Сол жоба бойынша құрылысты кірпіш қора ненің бәрін алып тастап, қызыл кірпіштен қалайтын болды, қаладан таситын болды ол материалдың бәрін. Мен тек қана айттым, қай жерде тақтай болады, қай жерде есік болады, қай жерде терезе болады деген өзгерістердің бәрін айтып, содан кейін маған Қайсақанов тапсырды. Сіз осы құрылыстың технадзоры боласың. Мен мұғаліммін. Құрылыс салғызып көргем жоқ.
Технозор деген не екенін білмеймін. Мен білмеймін деп айта алмайтын ғой. Содан кейін артынан сұрадым. Сонда менің міндетім не? Правам қандай, жауапкершілігім қандай? Мына құрылыстың өзің сызып әкелген мына сызба бойынша дұрыс болуын қарайсың. Үйдің ең бірінші талап, үйдің іргесі, фундаменті өзгермесін. Қай жерде фундамент болды, ірге болды, сол жерде ірге болып, содан қалап шығатын болсын. Жарайды. Ана қораның кірпіштің бәрін тазартып болғаннан кейін хабарладым, мен келдім. Қарасам, іргеге тас қойылған екен. Өзі биік, дөңнің басы, дөң тас, көкпеңбек тас. Сол тастың бір 15-20 сантиметрдей ғана үстіндегі топырақты алып, тастың үстіне тастан фундамент қойған екен. Оның бір назар аударғаным, менің ойлағаным, тасты жалпағынан жайлы қып қоятын шығар деп ойласам, олай емес, тастың бәрін қырынан қойған екен. Бұл қалай деп таңдандым да, әге кірпіштің қырынан қойылған кірпіштердің арасындағы лайың бәрі топырақ болып кеткен. Оны құрылысшылардың темір шөткесі болады екен. Сол шөткімен қырып алып тастады да, соның үстіне қаладан дайын жоғары маркалы цементпен лай әкелген мәшинемен сол лайымды құйып шықты да, фундаментті сол бұрынғы Абай бабамыз өзі қойған фундамент бойынша қойылды. Бөлмелердің бәрін сол бөлмелер бойынша сызған не бойынша қаланды. Қай жерде етік, қай жерде терезе бәрі сол сызба бойынша қойылды. Қай жерде тақтай, қай жерде жер фундамент болды, пол болды. Сол қалпына келтірдік. Мінекей осылай қысқасы үй Абай бабамыздың өзі қойғызған, ол үйді өзі салғызған ғой. Сол салғызған қалпына келді деп есептедік. Үй салынып болғаннан кейін мен аудандағы қария ақсақалдар жинап, бір малды сойып, ақсақалдарды батасына алып, жаңағы үйге дәм татырайын деп жиналдым. Ақсақалдар көріп, ырза болып, ой, мынау бір мәңгілік орын болған екен десіп отырды. Бір уақытта мынаның бәрі қызыл кірпіш қой. Біздің заман, ол заманда қызыл кірпішті плита салуға да табылмайтынбыз. Бұл жақта қызыл кірпіш деген болған жоқ. Мынау дұрыс емес, мынау Абайдың өзі қолмен салған деп айтуға келмейді деп реніш жасады. Содан кейін мен бұл хабарды облыс полковының орынбасары Қайсақанов, Арғынғазы Қайсақанов деген кісі бар еді. Ол кісі маған күнара звондап айтып отырасың, құрылыстың жайын деп тапсырған. Құрылысты сала бастаған кезде талай реніш құрылысшылармен болды. Соның бәрін келіп өзі ылғи түзетіп отыратын. Ол кісіге айттым, былай ақсақалдар реніш жасап жатыр, қызыл кірпіш емес, бұл Абайдың өзінің салған үйі болмайды, ол бейне бұзылған деп жатыр деп. Содан кейін ертең таңертең 9-да Жидебайдың басында бол деді. Ертең тура 9-да келсем, ол кісілер менен 5-10 минут бұрын кепті, тосып отыр екен. Ал келдік, ал айт, немен істеу керек? Мына қызыл кірпіште болмайды деп отыр ақсақалдар. Оның бәрі мен мына кітапта сол келген ақсақалдардың отырған бейнесі мен мына кітапқа жазғам бар ол. Содан ал не істеуіміз керек дегенде құрылысшылармен әңгімелесіп,
үйдің бәрін қайтадан сылап шығу керек. Сылаған уақытта жергілікті жердің топырағының өңіне келтір деп тапсырды. Мраморный крошка дейді, мрамордың ұнтақтарын цементке езіп, цементтің түсін жергілікті жердің топырағының түсіне келтіріп, бояу қосады, сылап шықты. Терезесін одеялық үлгіменен дөңгелек, құндыздығын ақпен, іргесін жаңағы тастың бейнесіне келтіріп, бояп, бәрін сол қалыпқа келтірді. Мінекей музей мемориалдық мәніне келді. Мұны мен айтып отырғаным, өткен жылы Абайдың Жидебайдағы үйін облыстың, ол уақытта өскеменге қарайтынбыз, облыстың мамандарын жинап әкеп, Ахметов жолдасы өзі жүріп, ремонтты қайта жасады. Ремонт жасаған бар болсын, музей өзінің музейлік мемориалдық мәнін жойды. Үйдің бәрін әппақ бояп тастаған. Жаңағы ақтағалдардың қойған талабы бұзылды. Мінекей әңгіме қайда? Әдетте мынандай тарихи мәні бар орынды арнайы мамандар ремонт жасайды, бояйды, түзейді. Бұл құрылысшылардың үлкен балтамен шапқан жұмысы болып шықты да қалды. Бұл бір өкінішті жер болып қалды. Өйткені Абай ауданындағы барлық шопан бақташының үйі түгіл қорасы ақпен боялады, әппақ болып тұрады. Мынау сондай көп мал қораның біреу сияқты болып мемориалдық мәнін жойып кетті. Бұл талаптың бұзылуы тек қана бұл музей емес. Мына Семейден бара шыққанда Бөріл деген жерде Мұхтар Әуезовтің музейі бар. Сол музейге бұрыс жерде 7 метрлік биік стела қойылған. Сол стелаға Япония, Италияның түсті тастарынан әкеп бейне жасаған. Ол 1917 жылы Мұхтар Әуезов «Еңлік кебек» деген пьесаны жазып, оны Әйгерімнің қорықтағы құдығының басында Әйгерімнің үйі мен Кенженің үйін тіркеттіріп тігіп, біреуін зал, біреуін сцена сахана жасап, «Еңлік кебек» спектаклін қойған. Бұл спектакль қазақ өміріндегі драма шығармасының бірінші үлгісі еді. Қазақта бұрын пьеса деген болмаған нәрсе. Оны кезінде Сәбит Мұқанов айтқан. Еңлік кебекке дейін қазақта пьеса деген болған жоқ. Ол Мұхтардың қазақ өнеріне қосқан жаңалығы деп өзінің мемориалында еңбегінде жазған болатын. Міне сол өнер бейнеленген еді. Смальта дейді, смальта деген түсті тас. Соның бәрін алып тастап, орнына мінекей мұндай өкініштер өмірде болып жатады. Ал мінекей Абай тойында бір жасалған, сол Абайдың өзінің үйін өз қалпына келтірген едік. Дәл сол сияқты Абайдың заманында Абайдың 6 қанат, 8 қанат үй болды деген сөз болатын. Сондықтан Абай тойы болғаннан кейін Абайдың 8 қанат ақ ордасын жасайық деп мен идея көтергем. Сол идеяны аудандық комиссия өзіме тапсырды. Ал сен осы айтқан идеяңды жүзеге асыр, саған право бердік деп.
Соған қарсы бөлді. Айтқали деген шебер адам бар еді, үй жасап жүретін. Ол мылтықтың мушкасын түзейтін адам, шеберлігі сондай. Аңшы болған адам. Сол кісіге барып, сен жасайсың деп, аудандық совет атқару комитет председателі Ғабдуллин деген кісі екеуміз барып, сен осы үйді жасайсың деп тапсырды ғой. Жарайды, жасайын, қуанып кет, жарайды. Ол 8 қанат болу керек. Жоқ, 8 қанат үйді мен ең көп жасағанда 5 қанат, 6 қанат үй жасай аламын. Жасадым. 8 қанат үй қандай болатын мен білмеймін. Оның биіктігі қандай, үлкендігі қандай, шаңырағы қандай, керегесі басы нешеу болады деген сияқты көп талаптарын айтып, мен жасамаймын, жасай алмаймын, мен мойныма алмаймын деді. Ғабдуллин жолдас, мына ие көтерген мына жігіт, өзі мәдениет бөлімінің бастығы, осы көмектеседі, осы сызып беріп отырады, сен соны жасайсың. Жарайды дестік. Енді мен де көргем жоқ 8 қанат үй қандай болатын. Ауданға кеп, ауданның қасында Абай атындағы совхоз бар. Соған барып, бәрі туысқандарымыз ғой. Кімнің үйі жақсы деген 5-6 үйді шығарып, бұл күз болып қалған үйдің бәрін жиып тастаған. Шығарып қайтадан 6 үйді тіккізіп, 6 үйдің қарап отырып, ең жақсы сұлу үй қайсысы? Биіктігі, жалпақтығы, кеңдігі. Оның формасын алып, барлық үйлердің жаңағыдай өлшемдерін алып отырып, ортақ бір өлшем шығарып, осыны, бұл енді 4 қанат, 5 қанат үйлер 8 қанат болғанда қандай болады деген арифметикалық есеппенен оның керегесі, уықтары, шаңырағы, есігі қандай болады деген есеп шығардым. Сол есеп үлгісін күнделікті апарып мен Айтқалиға беріп отырам. Оны жасау үшін таудан, Шыңғыстан, Ордадан жинап ағаш, қыстай ағаш жинадық, тал. Оған енді ұзын тал керек қой. Көксемшіға Қызылту совхозындағы жайлауға Бұғылы деген жер бар. Сол жерде бір шағын бұлақ бар екен. Әгі бұлақтың бір жағына ылғи сиыршыларды қондырып, бір жағына ылғи қойшыларды қондырдық. Ондағы мәселе жазы күні сиырды бақпайды, саумайды. Аңдасаңда бір қайырып қойып, түгендеп қойып отырады. Сиыршылар келіп, Айтқалиға жаңағы ағашты бұтақтайды, қабығын алады, молға салады, иет, көмектеседі қара жұмысына. Шопандардың міндеті қойды түнімен шарбаққа қамайды. Таңертең ерте қой шығарып кеткеннен кейін құмалағын жинап ап, арқалап әкеп Айтқалидың ауылында 1-2 жерден мор жасайды. Мор деген жаңағы қойдың құмалағы, жас құмалақ. Соны арасында кепкен тезек қиларды салып, жағып, жаңағы ағаштардың қисығын түзейді. Міне осы менен 2-3 айда ағаштың қазақ үйдің сүйегі дейді. Керегесін, уғын, шаңырағын, есігін жасап шықтық. Ондағы ең үлкен бір қауіпті болған нәрсе шаңырақ. Шаңырақтың өзінің бұлай тұқыры дейді. Астыңғы уықтар қалалатын көз жасайтын ағаш. Ол ұзындығы 9 метр болды айналдыра.
Оны енді бірнеше ағаштан құрамай, 2 ағаштан құрайық деген пікірге келдік. Соған лайық қайыңды алып, кептіріп, жерге таған жасап, шаңырақтың тағанын бір қабырғасын, бір пролетін иіп шықтық. Шаңырақтың тағанын 2 ағаштан иемін дедік, біреуін идік, өзіміздің чертежға сай. Екіншісін июге жұмысшылар қалған, мен қайтқам, күнделікті жаңағы тойға дайындалып жатқан концерт бар, спектакль бар. Соған дайындыққа боламын да, түнде репетициядан кейін сағат 11:30-12-де шығып кетіп, сағат 3-те жайлауға барам ғой, жаңағы жұмыс істеп жатқан адамдарға. Келсем, ой, қиын болды. Мына бір ағаш сынды, ол ағаштың сынғанынан бұрын өзіміз біреуміз жарым жамбақ бала жатадық. Сынғанда адамдар ішкі жақта отырып тартқан екен. Егер сырт жағында отырса, ағаштың сынған басы серпіп, ана кісіні жайратып кететін қауіп болған екен. Әйтеу аман қалыпты, қайтадан бір ағашты іздеп тауып, шаңырақтың тағанын жасаттық. Мінекей осындай сәттер болды. Қазақ үй қалыпқа келді. Қазақ үйдің барлық үлгісі көрген адамдарға ұнады. Қазақ үйдің сүйегі жасалып болғаннан кейін енді соған сай киіндіру керек қой. Оны киіндіру дейді, бірақ киім емес, ол бәрі кигіз. Кигізден туғырлық, үзік, түңілік жасау керек. Оған біз арнайы Семейдің пош деген ол уақытта жүн жинап, соны обработка жасайтын фабрика болған. Содан ылғи ақ жүнді алғанбыз. 4-5 түк аппақ жүндер. Ағыны енді кигі жасауымыз керек. Баушу жасау керек. Туырлық дөдөге жасау керек. Уқбау жасау керек. Баулар, таңғыштар жасау керек. Әгіні алып қарасақ, бәрі жуылып қойылған. Жуылған жүннен кигіз басылмай екен. Еріксіз енді жуылмаған жүн іздедік. Ал жуылмаған ақ жүн халықта жоқ. Ол Мәскеу Аягөзде бір шағын фабрика бар екен. Сол фабрика жүнді жуалмай жатыр екен. Сол көрін болды. Соларға барып, олар бәрін орап буып қойған ғой. Буғандарын түктердің бәрін шешіп, ішінен ақ жүндерді іріктетіп алып, арнайы бригада қойып, мына жуылған жүнді оларға беріп, жуылмаған жүнді алып, содан кигіз бастық. 22 үлкен кигіз басқытып, сол кигізді жаңағы қазақ үйдің ағашының үстіне жауып, үзік, туырлық жасауымыз керек болды. Ал енді мұны қалай пішесіңдер десек, үлкен адамдар алып былай кесеміз, бұлай кесеміз. Олай кесе берсе, құрақ болып кетеді. Ал маған бізге құрақ болмау керек еді. Біріншіден, екіншіден, кесе берсе жетпейді қалады ана кигіз. Деп, сондықтан тағы да математикаға жүгініп, әсіресе үзік
жасау өте қиын. Ол қалта боп, опы-топы боп тұрмау керек деп математика тілімен констың формуласыменен үзікті қалай жасау керегін сызып ап, сол сызық бойынша кигізді мен өзім піштім. Пішіп, іліп қана көктеп қойып, үлкен кісілерге ал енді осыны тігіңіздер деп бір үзікті тіккізіп жауып көріп келді. Келмеген жерін қайтадан жүріп, қайшымен қиып келтіріп кигізді, жауып шықтық. Мінекей бұл жұмыстың бәрі бірнеше айға созылды. Ең үлкен қасиеті сол, сондағы үлкен шебер адамдар аналарымыз. Біреуі ренжіген жоқ. Олай істесең олай, бұлай істесең бұлай. Айқайымызда істеп шықты. Үйде сондай шеберлікпенен шықтық орындап. Ол үйде енді оған ашекей керек, дөдөгі керек, кигіз есік керек, оны оюлау керек. Туырлық қас деген болады, ішіне тартылатын. Туырлық қас, оның бәрі оюлы жақсы, абайға лайықты болсын деп, мен әрі математик, әрі сурет есебінде түрлі оюларды пайдаланып сызам ғой. Ол сызғандарымды жаңағы аналарымыз, бәйбішелер көрет-көретті, жоқ бұл болмайды. Біздің тобықты елінің кигізінің ойуы, туырлықтың ойуы, дөдігінің ойуы бұлай болмайды деп өз оюларын көрсетеді. Мен олардың салған ойуын өңдеп қана берем. Қайтадан салып, өңдеп берем. Сол бойынша жасап шықты. Бұған қатынасқан адамдарға мыңда бір рахмет. Өте өнерлі адамдар еді. Сол сияқты ең ауыр жұмыс туырлық қас. Содан кейін дөдөгілерге баулар, терме баулар жасау. Терме бауды менің өзімнің анам Райқан деген кісі терме бау жасаушы еді. Абай совхозында тұратын Абай Рымалды деген кісі өте шебер адам. Сол екеуі терме баулардың бәрін теріп шықты. Ал енді шиді біз алдында онша ойнамаппыз. Кереге, бұрынғы керегелерден бірнеше сантиметрге биік, ондай ши табылмады. Енді оралмаған ши дедік. Ши деген қая болады. Бір күн естідік, Саржалда Бекбатыр деген ақсақалдың үйінде екі бұғда, екі қолтық ши тұр. Тартылған деген шиді шаппайды, жұлып алады. Сон жұлып алған ши тұр деген естіп, қой енді мен өзім барайын деп дайындалып ем. Мына жақта жұмыста көп. Төкен Сәкенов деген жігіт, Дон культураның директоры, жаңағы Бекбатыр ақсақалдың күйеу баласы екен. Мен барайын. Саған бере ме? Енді барам ғой, тұрайым ғой, айтам ғой. Енші барып айт. Екі қолтық ши санап келген уақытта әр қайсында 1100 ши болатындай болсын. Әйтпесе үйдің айналдыра ши тартып шығуға жетпейді деп жібергем. 2 күн жүріп келді. Алып кеп беріп дейтеу. Күлет. Не күлесің? Бекбатыр ақсақал сізге сәлем айтты. Не деді?
Ана Жанболаттың ұлына айт, мына әр қолтық шиде 1101 ши бар деп айтты дейді. Сөйтіп айтып бады. Онымен оқытым оның қалжыңын. Ол кісі өте қалжақпас адам болатын. Қазақ шиде бір талдап санамайды. Қолдықпен санайды. Бір қолтық ши, екі қолтық ши деп айтады. Ана мен 1100 ши болсын бір қолтықта дегенде әдейі соны қалжаққа тұрғанын ұқтым. Жарай енді әкесі құрдастың баласы құрдас деп айтып отыр ғой деп қабылдадым да қойдым. Ол шикеде жаңағы менің анам Райқан менен Ырмалды екеуі түсті оюменен оюлап шықты. Қысқасы үйдің барлық оформлениесі, мөлшері, көрінімі бәрі тобықты елінің үлгісімен жасалды. Мұны айтып отырғаным, біздің қазақ этнографиялық тұрғыдан өте шебер халық. Киім үлгісі болсын, ат тұрманы болсын, жаңағы үй жиһаздары болсын. Әр атаның, әр рудың өзіндік ерекшеліктері бар. Сол ерекшелікті сақтаса, қазақтың байлығы, мәдениеті, тұрмысы көрінеді. Мен соны сақтауға тырыстым. Жаңағы апалардың айтқан ойуына келісіп, солардың айтқанын істеп жүргеніміздің мәні сонда. Мұны айтайын деп отырғаным, қазақ үйдің мұқым құрысы бір уықтың өзінің бойында 6 түрлі атау бар. Наименование. Ал мұқым қазақ үйде 400 атау бар. Бұл деген қазақтың сөзінің байлығы ғой. Бірақ біз оның бәрін күнделікті тұрмыста пайдалана бермейміз. Абайдың айналасында Абай туралы сөз сөйлегенде, Абай туралы Абайдың қатысы дүниенің бәрі қазақтың байлығы, қазақтың ұлттық байлығы, қазақтың этнографиялық байлығы, қазақтың тарихы деп қарауға керек деп ойлаймын. Міне бұл қазақтың Абайдың тойы деп айтқанменен бұл қазақтың ұлттық байлығын марапаттау, оны халыққа, ұрпаққа жеткізудің міндетін қояды. Абайдың 150 жылдығында 1356 үй тек қана көрмеге тігілді. Сол комиссияның төрағасы мен болдым. Комиссияның құрамында Бәттіш Сызықов деген қазақтың тұрмысы туралы өте жақсы білетін адам еді. Тоқаев Зейнолла деген кісі, Қамашев Төлеутай деген, Балғынбаева Бағила деген, Әзілхан деген Садуақасов деген кісілер болдық. 1356 үйді 3 күн күні түні жүріп аралап үйді бағаладық. Әрине үйді бағалау өте қиын. Оны өткізуді ие көтерген мен едім тағы да. Мені өзімді председатель комиссия қойды да. Ал енді қалай өткізесің деген уақытта мен 12 бет жаңа қазақ үй конкурсын өткізудің ережесін жасадым. Ол ереже бойынша қазақтың үйі бір өзі комплекс. Ол үйдің ішінде ыдыс-аяқ қалай тұрады, қару-жарақ қалай тұрады, музыкалық инструменттер қалай тұрады, үй жиһазы қалай жиналады, қай орында кім отырады. Оның бәрі белгілі бір заңдылыққа сүйенеді. Заңдылық ол адамның этикалық, эстетикалық талғамына байланысты жасалған. Ол әдет ғұрыпқа айналған. Қазақтың әдет ғұрпы деген ол заң. Әдет ғұрып бұзылмауға тиіс. Әдет ғұрып бұзылды деген сөз қазір
заң бұзылса жазаланады ғой. Ол да сол сияқты нәрсе. Кейде бір әңгіме қыламыз ғой. Ана еңлік кебекті өлтірді, қалқама мамырды кінәлады, жазалады дейміз. Оның бәрі сол уақыттағы адамдардың, қазақтың эстетикалық қазақтың салт дәстүрін бұзбауды талап ету үшін, оның талабы қатты екенін халыққа көрсету үшін сондай жазаларға барған нәрселер. Қазақтың әдет ғұрпын сақтаудың мүддесімен жасалған нәрселер. Мінекей бұл мәселе той өткізудің құр ас ішіп, аяқ босатып, құр ыржаң-жыртаң күлкі ойын көңіл көтеру емес, ол қазақтың қазақы қасиетін ұрпаққа көрсету дәстүрін қояды. Енді қазақтың әдет ғұрпы өте бай нәрсе. Қазақтың мен қазір әлі айтқам жоқ, тек қана ат спорт ойындарын, абай тойында мына 150 жылдықта жорға жарысы болды. 15 шақырымға шапты, 40 шақырымға шақты. Қызық уу болды, тең қалу болды. Ат спортына жүретін колонналардың шеруі болды. Екі атпен шауып келе шыққан екі жігіттің иығына бір адам шығып ап, Қазақстанның көк туын желбіретіп, халықтың алдынан шауып өтті. Мұның бәрі қазақ өнерінің үлгісі еді. Осыны насихаттау үшін жасалған, көрсету үшін жасалған нәрселер. Мысалы, Абайдың спорт ойын өткізгенде уақытта мұқым Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан аттар келді. Міне ол ат спортына қатынасқан адамдардың алған орнын, жеңісін мен жазғам. Ол неде бар, мына кітапта бар, оны пысықтап айтуға болады. Дәл сол сияқты осы тойда Абай мен Шәкәрімнің жатқан жеріндегі кесенесін қайта салып шықты. Кесененің тағаны 200 метр ұзындығы, 60 метр көлденеңі таған жасалды. Ол 5,5 метр еді. Оның үстіне 37 метр Абайдың мұнарасы. Одан 1 метр аз Шәкәрімнің мұнарасы қойылды. Ол мұнаралардың ішінде Абайдың қасында Оспанның қойылған тас. Ал Шәкәрімнің мұнарасының ішінде Шәкәрімнің баласы Ақатқа қойылған құлпы тас бар. Міне мұның бәрі тарихи ескерткіштер, киелі қасиетті жерлер. Қазір ол жерлерге мұқым Қазақстан ғана емес, дүние жүзіндегі ақыл есіз сәулелі адамдар келіп тағзым етеді. Міне осы кесенені салып, жаңағы Абай музейін салып жатқан кезде біз күнде соның басына жүреміз ғой. Бір күні уаз мәшесімен жүрген бір адамдар қайта-қайта сол маңды шиырлап жүр. Содан кейін неғып жүрсіңдер, кімсіңдер деп сұраймыз ғой. Біз Ленинградтан келдік. Осы маңда, осы oradan бір 10-15 километр жердің арасында Евроазияның кіндігі. Біз оны космостағы аппараттармен есептеп таптық. Осыған біз белгі қоюымыз керек еді. Белгі қояйық десек, жаңа Жидебайдың айналасы түгел қорық. Ол жылдар су көп болып, жаңа қорықтың бәрі су жайылып кеткен.
O жерде жүрудің өзі мүмкін емес. Батпақ машиналар жатып қалады. Ал оның ар жағында Кеңгірбай би дейміз, Биата дейміз, Қабекең дейді. Сол кісінің бейті бар. Міне осы екі ортада қайда қоярымызды білмей жүрміз. Содан кейін енді мен ойлап тұрмын, бұл жерге ең бірінші жаңағы Қабекеңнің бейті қойылған. Сол бейттің қасына апарып қоя десек, ертең мына саясатта неше түрлі болады ғой. Жаңағы бұл Евразияның кіндігі деп бір құрылыс бірдеме салатын болса, Биатамның бейтіне нұқсан келеме деп ойладым да, мына осы Жидебай осы жердегі мына Абай, мына ұлы Абай, дүние жүзіне белгілі адам. 1995 жылы мына 1000 жылдық адамы деген не шыққан, қаулы шыққан. Сол 1000 жылдық адамының біреуі Абай, міне сол Абайдың мына ескерткіші. Осы маңда қоюға бола ма? Демек, жарайды, осы жерге рұқсат етсеңдер, қоямыз деп қазір Жидебайдың басында 4 тілде жазылған қазақша, орысша, қытайша, ағылшынша жазылған Евразия кіндігі деген белгі тас бар. Міне бұл енді бұл жерде сол қасиетті сондай жер екенін Кеңгірбай би бабамыз біліп, сол жерге бейтін қоюды тұрады ма? Әлде ол жердің қасиеті бар екенін Абай бабамыз анықтап, сол жерге үй салып қоныс етті ме? Қалай болса да, сол жер киелі қасиетті жер деп Жидебайдың басына үлкен ғимарат салынды. Ол ғимаратты кезінде роддом сияқты бір ғимарат болады деп есептеді. Бірақ артынан заман әртүрлі бір түрі өзгерістер болып кетті де, оның басында роддом болған жоқ. Мәдени ошақтары, кітапхана, сондай шаруалармен аяқталды. Сол қалпында тұр қазір. Мінекей көріп отырсыздар, Абайдың айналасында осындай ұлы істер шоғырланып жатыр. Абайдың басына қазір асфальт жол салынған, ғимаратта жаңағы Абай мен Шәкәрімнің кесенесінің басына көп құрылыстар салынды. Ол да енді қазақтың байырғы этнографиялық үлгісінен көрі европалық үлгіге көбірек көшіп кетті. Таспен қоршап неше түрлі ағаштар егіп қойды. Енді оның бәрі игілікті шаруа ғой. Мінекей биылғы жылы Абайдың 180 жылдығы аталып өтеді. Ұлы Абай тойының 125 жылдық той өте үлкен жоспармен жүрді. Сол тойда біз ең әуелі қазақтың тұрмысын көрсетуді мақсат еттік. Сондықтан ең әуелі Абай эпопеясын сценировка жасадық. Ол уақытта бұрын Абыралы аудан болған, Қайнар совхозы болып Абай ауданына қосылған. Сол ауылдың өнерпаздары Исатаев Мейрамғали деген режиссер, Болатбек Жанболатов деген көркемдік жетекшісі болып, эпопеяны сценариясын жасап, соны далада көрініс жасады. Ол көрініс бойынша эпопеядағы барлық уақиғалардың көпшілігі көш,
күрес, соғыс, айтыс деген қазақтың тұрмысындағы көп кездесетін абай өміріндегі сәттердің бәрі көрсетілген еді. Ал енді осы абай тойының алдында 1967 жылы Мұхтар Әуезовтің 70 жылдық өткізу керек болды. Оны өткіземіз бе, өткізбейміз бе деген сияқты пікір болды. Өйткені 2 жылдан кейін абай тойын өткізу керек. Бәрі қабаттасып, жама келмей қалама деген пікір болды. Бірақ біз бұл тойды өткізу керек. Өйткені абай тойына, үлкен тойға бұл репетиция болады. Қалай өткіземіз, қалай жүргіземіз дегенді көреміз, дағдыланамыз деп талап қойдық, өткізу керек деп. Ал тойды ол уақытта далада сондай үлкен театр жоқ. Сондықтан менің мына Қарауыл төбе деген кішкентай биік бар. Сол биіктің айналасы 20-30 километр теп-тегіс жазық дала. Сол Қарауылдың солтүстік жағы тік құлама болып келеді. Сол жерде отырып, анау даладағы шауып жүрген атты, қыз қууды, теңге алудағы, күрестегі барлық тамашаны сол таудың бетінде отырып көруге қолайлы болады. Сол жерде өткізейік деген пікір ұсындым мен. Соны ол уақытта ауданның бірінші хатшысы Нұрбаев деген кісі де ақылды, байыпты адам. Көрейік деп барлық комитет мүшелерін алып Қарауылдың басына келіп, мына жерде тұрса, мына жерде өтсе деп мен өз ойымды айттым. Бірақ ол жерде ол тойды келесі тойға жерді дайындайық. Сондықтан мынау дұрыс екен деп Кәрім Нұрбаев соған келісіп кетті де Мұхтардың тойын соғана Қарауыл тауының күнбатыс жағындағы жазықта өткізген едік. Бұл бірінші абай тойын өткізудің алғашқы талабы болатын. Міне екінші Мұхтар Әуезовтің тойының негізгі әңгімесі концерт болды. Концерт қою талабы қойылды. Ақындар айтыс өткізілді. Айтысқа республиканың көптеген ақындар келді. Сол айтыстың алғы сөзін Қалиқан Алтынбаев деген кісі бастап ашты. Міне оның бәрі фото суреттері бар. Менің жаңағы сол киноны байланып отырып айтсақ дегенім сол еді. Міне Қалиқан билеп бастады. Ой ба. Ақ қалпағын сырғызған ағайын қырғыздан бәтшайы шапан зерлеткен өзімнің ағам Өзбектен бөркіне тұрап ұстаған туысқан Түркменстаннан ежелгі тәжік жұртынан Кавказ жота сыртынан ту сонау алыс қиядан кең байтақ Россиядан тұс-тұстан одақтың құйылып жатқан қонақтың баршасының атынан Шұғыла Алматыдан сәлем саған Қарауыл, өзгерген өңір жаңауыл деп Қарауылға, Шыңғыстауға, Абай ауданына, содан бір жыл бұрын Абай ауданының өнерпаздары Кремльге барып Бейімбет Майлиннің Жалбыр деген трагедиясын қойып лауреат болып келген болатын. Одан кейін келесі жылы Қаламқас деген ән би ансамблін құрған болатын. Міне осының бәрін сөзге тиек етіп, Қалиқан тойдың айтыстың
шымылдығын ашқан болатын. Дәл сонда жаңағы Қайнар ауылының жастары эпопея бойынша үлкен көрініс жасады. Сол көрініс бойынша қазақтың ұлттық тұрмыстық салт дәстүрінің үлгілері көрсетілді. Менің бұл тойға біз әрқашан әр тойдың өзінің эмблемасы болады. Ол тойға арнайы ән шығарылды. Арнайы композиторларға заказ бердік. Абай ауданының өнерпаздары 400 адам 4 дауыста хор шығарып жаңағы қарауылдың сыртында Абайдың әнін жаңа жергілікті композитор Ахметжановтың Абай ұрпақтары деген әнін 4 дауыста бастап айтты. Мен дәл сол сияқты сол дәстүрді әдетте әрбір жақсы жаңаша өрістеп дамып отырады ғой. Міне сол талаппенен 1971 жылы өткен Абай тойында үлкен композиторлардың әндеріменен тойдың арнайы әні шығарылды. Той сол әнмен басталды. Сол ән бойынша жарысқа қатынасқан 600 ат қонақтардың алдынан саппен өтті. Менің оның бәрі қазақтың әдет ғұрып салт дәстүрінің үлгісі, мадақтайтын үлгісі, және оны дамыту, жетілдіру қажет. Той өте жоғарғы дәрежеде біз жасаған сценариядан 10-12 минут айырмашылықпен ғана өтті. Өте той сондай жинақы және тәртіппен өтті. Тойға біз алғашқыда елдің бәрі қайда барады, тимайды. Ол күтуде оңай емес. Сондықтан келетін адамдарға арнайы шақыру билетін жасаймыз деп ойластық. Шақыру билетін 60-70 мың адам келеді деп қарап қарасақ, сол хабарды естіген көрші ауылдың адамдары той күні тойға біз бара алмай қаламыз, кіре алмай қаламыз деп, ана Орда деген тау, Доғалаң деген Шыңғыстаудың ішіндегі бірнеше өзендердің бойына үйлерін тігіп, палаталарын тігіп, алдын ала келіп қонып алды. Енді олардың бәрін қайтып қайда қуасың, ешқайда қуа алмайсың. Бәрі де той күні той өтетін жерге келді. Қысқасы, тойда 120-130 мыңдай адам жиналды. Ал ол қарауылда ол уақытта Абай ауданының орталығында 6 мыңдай ғана адам бар. 6 мың адам түгел қызмет етті деген уақытта 120 мың адамды қалай қызмет етіп күте алады. Міне бұл деген өте үлкен ауыр проблема болды. Дегенменен жергілікті жердің халықтың берекесі ол тойды өте жоғары дәрежеде өткіздік. Той өтіп болғаннан кейін тойды өтеттіп біз 6 ай Алматыдан сценария тостық. Тойды жүргізудің сценариясын Михелин деген бір керемет адам бар, сол жасап жатыр деп сендірді. 6 ай тостық. Сценарий жоқ. Сондықтан енді не істеу керек? Өзіміз ептеп ойластыра бастадық, қалай өткізіп, қалай өткіземіз дегенде. Бір күні мәдениет басқармасы шақырды. Той өткізу, ол уақытта мен тіл комитеті құрылған. Сол комитетке пенсияға шыққаннан кейін сол комитетке шақырған жұмысқа. Мен сонда отыр едім. Комитеттің адамдары бар, тағы активтер бар. Жиналдық. Облыс управление культураның бастығының кабинетіне. Сценария келген екен. Сценария 2,5 бет.
2,5 бет қағазға түскен нәрсені 3 күн тойды қалай өткіземіз? Мынау деген не сұмдық, бұл қалай той болады деп дауластық, шарластық, оқи бастадық. Оқи бастық, сценарийдің ішінде сценарийға ең басы Аластау деген қазақтың дәстүрін кіргізіп қойыпты. Аластау. Аластау өтеді. Аластау қазақ жаңа үй кірсе, бесікке бала салса, жаңа бір қонысқа келсе, Аластау жасайды. Ал енді 150 мың адам қатынасқан Аластауды мен етіп көргім жоқ. Қалай мұны өткіземіз? Десем, облыс прокуратураның бастығы айтады, өзіге болмаса сіз білесіз, әдейі айтып отырсыз ғой. Деймін, мен айтам, білмеймін. Ал 150 мың адам әр қайсысы 2 минут өтеді деген кезде есептеңіз қанша уақыт өту керек. 3 күн жүру керек. 3 күн Аластаумен жүреміз бе, жоқ той өткіземіз бе? Мінекей осы дау шармен келгенде, ал енді інше өзің біл, өздеріңіз сценарий жазаңдар да, сендерге тапсырылған, сендер өткізесіңдер деп қолды бірақ сілтеді ғой. Еріксіз 2 ай отырып 160 бет той өткізудің сценарийсын жасадық. Оны орысшыларға аударғанда 170 бет болды. Өйткені анаң ішіндегі өлеңдер де аудара алмадық. Абайдың өлеңдері аударылмаған жұрттап. Оны ағылшын тіліне аударған уақытта 100 бетке жақын текст шықты. Міне енді осылардың бәрін оқытын дикторлар дайындау керек болды. Диктор дайындау үшін диктор болатындар шақырып ек, қаптап кетті. Бәрі де диктор болып тойға қатысқысы келді. 3 партия, 3 рет конкурс жүргізіп, қайталап 16 адамнан дикторлар дайындап алдық. Ол 16 адамға жаңағы қазақша, орысша, ағылшынша тексттерді бөліп беріп, жаттаттық. Сол жаттаған текст бойынша сценарий жүрді. Той өте жоғары дәрежеде өтті. Жаңа айтып отырсыздар, Абайдың 180 жылдығы қалай өту керек? Әрбір уақыттың өзінің бір міндеті болады. Абайды оқып әлі өзіміз толық меңгергеніміз жоқ. Қазір Абайдың Абайды оқып оқудың жаңа талаптары өмірге келіп отыр. Меркемтас Мырзахметов деген кісі көп еңбек етті. Абайдың нағыз адам, толық адам идеясын, Абайдың ар ілімі деген ілім көтерді. Қазір ендігі Абайды оқығысы білген адам осы тұрғыдан қарау керек. Абайдың ұлылығын әлемдік дәрежеге, мәртебедегі Абай екен, оның осындай мәселе көтергенін тойдың арқауы ету керек деп ойлаймын. Бұл деген өте үлкен, өте терең ғылыми жұмыс. Одағы екінің бірі айта салатын, анау жақтың мынау жаман дейсін сөз емес. Бұл адам баласының Алланы түю, адам затты түю, Алланың хикметін түю, адам заттың бәрін түю деген Абайдың идеясынан шығатын дүниелер. Мінекей сондықтан да қазір Абай тойын құр концертпен, құр Абайды мадақтау, жақтау деген сөзбенен той өткізу жалаң, құрғақ өсиет болып қалады деп ойлаймын.